Дүниетану пәні көшпенділер мен отырықшылардың өмір салты. Яғни суретке мұқият қараймыз. Суретте не бейнеленген? Бұл заманауи сурет пе, әлде байырғы ма? Қалай ойлайсыңдар, бұл суреттің біздің сабағымызға қандай қатысы бар? Жақсы, бүгінгі біздің сабағымыз байырғы кездегі көшпенділер мен отырықшылардың өмір салты жайлы болмақ. Ерте замандардан бері адамдар көшпелі малшылар және отырықшы егіншілер болып бөлінген. Олардың өмір салты мен тұрмысы қандай кәсіппен айналысуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Бұрын-соңды көшпенділер жайлы естігендеріңіз бар ма? Олар не істеген? Ал енді ойымызбен бөлісіп көреміз, балалар. Енді қазір тапсырма орындаймыз. Тақтадағы сызбаға қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Маусымдық жайылымдар қалай аталады? Ол қай жыл мезгілдеріне сай келеді? Жауап береміз. 4 маусымға бөлуге болады: жайлау, көктеу, қыстау, күзеу. Балалар, келесі тапсырма. Суреттерге қара. Малшылардың маусымдық жайылымдарын қалай аталады? Ол қандай жыл мезгілдеріне сәйкес келді? Жайлау ма, әлде қыстау ма? Ауызша жауап береміз. Малшы мен егінші кездесе қалса, не жайлы әңгімелесуі мүмкін? Малшы мен егіншінің арасындағы сұхбатты құрастыр. Өзен бойында жазықтар егіншілікке пайдаланылады. Сырдария өзенінің жағасы ежелгі замандардан бері адамдарға өмір нәрін сыйлаған құтты мекен. Оның жағалауындағы егіншілер отырықшылық өмір салтын ұстанған. Олар тары, бидай, арпа, жеміс-жидек өсірді. Сонымен қатар олар сиыр, жылқы, қой малын бағып өсірген екен.